Бауырды үй жағдайында тазалау және қызметтерін қалпына келтіру жолдары. Организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін кез келген ағзаның алмастырғысыз рөлі бар. Алайда адамдар жүрек немесе өкпенің саулығының маңыздылығын есте ұстағанымен, ас қорыту жүйесі ағзаларын жиі ойлай бермейді. Бүгін біз сол туралы айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Бауырыңыз токсиндерден тазалауға мұқтаж ба? Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болады. Алкогольден, зат алмасу өнімдерінен, дәрі-дәрмек, тағамдық қоспалар, химиялық қосылыстар және де тағы басқа. Сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетті заттар шығарылады. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда, бауыр жасушаларын тікелей немесе қабыну арқылы зақымдауы мүмкін. Бауырды үй жағдайында тазалау мүмкін бе? Алайда мұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелденбеген. Сонымен қатар олардың жанама әсері де бар. Абайлаңыз, бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмек өттің бөлінуін арттырып жақсартады. Ол өтте тас пайда болуына алып келуі немесе оттегі тасты өт жолдарына ығыстыруы мүмкін. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Бауырды тазалауға арналған халық емі. Лимон. Бауырды тазалауға арналған кеңестерде зәйтүн майымен қатар жиі айтылады. Алайда лимон шырынының бауырға әсерінің дәлелі жеткілікті емес. Егеуқұйрықтарға жүргізілген тәжірибеде лимон сығындысының бауырдың улы заттардан зақымдалуына оң әсері анықталған. Бұл лимонның құрамындағы антиоксиданттардың әрекетімен түсіндірілген. Олардың арқасында липидтердің асқын тотығуы және бос радикалдардың әрекеті төмендейді. Екіншіден, өсімдік майлары, зәйтүн, майсана және де тағы басқа. Өсімдік майларының құрамында пайдалы май қышқылдары мен фосфолипидтер бар. Олардың артықшылығы да осы. Өттің бөлінуін ынталандыру үшін аздаған май жеткілікті. Бір уақытта 100 мл немесе одан да көп май ішу туралы кеңестер бар. Алайда оның маңызы жоқ және организміңізге зияны тигізуі мүмкін. Себебі организм майды қорыту үшін оншама көп мөлшерде өт бөліп шығара алмайды. Нәтижесінде организмде артық май түсіп іш өтеді. Үшіншіден, көкөніс шырындары. Мысалы шомыр немесе шикі қызылшаның шырынын кейде өт айдайтын құралдар қатарына жатқызады. Бұл заттардың әсері аш ішектің шырыштық қабатының тітіркенуіне негізделген. Алайда әсері майлардың әсеріне қарағанда төмен. Бұл әдісті гастрит, асқазан және ішек жарасы кезінде қолданбаған жөн. Төртіншіден, өт айдау немесе 12 ішекті зондпен тексеру. Үй жағдайында өттің жүруін ынталандыру үшін жылу мен өт айдайтын заттардың қосындысын пайдаланады. Процедураны таңертең тамақтанғанға дейін жасайды. Қалаған өт айдайтын құралды, жылытылған минералды су, итмұрын тұнбасы және тағы басқаларды ішеді. Мұнан кейін оң жақ қырымен жатып, тізені бүгіп аздап ішке жақындату керек. Оң жақ қабырғаның астына сүлгімен оралған ыстық жылытқышты қою қажет. Температураның әсері өт шығару жолдарындағы түйілуді басуға көмектеседі. Процедура 40 минуттан 2 сағатқа дейін жалғасады. Аталған процедураны асқынған аурулар және өт-таз ауру кезінде жасауға болмайды. Бауырды тазалауға көмектесетін көптеген әдіс тәсіл бар. Алайда олардың қайсысын болмасын қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу керегін естен шығармаңыз. Осылайша біздің кезекті шығарылымымыз аяқталды. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.